Сәлем баршаңызға, сіздерге хит болған маклюбенің рецептісімен бөлісетін боламын. Менің маклюбемдегі еттің құрамындағы дәмі ерекше болып шықты. Сіздер де осылай жасап көріңіздер. Қазанымыз қалың болған жақсы, өйткені еттің күйіп кетпеуіне жақсы себеп болады. Ең алдымен қазанымызға малдың майын салдым, әртүрлі май салуға болады. Қазанымызға пиязымызды салып, дөңгелектеп турап оны, одан кейін мен етімізді бөлек табада қуырып алдым. Оған қосылған дәмдеуіштер міне суретте көрсетіліп тұр. Тұзын салып, бәрін бірге піскенше қуырып аламыз. Одан кейін жуамыздың үстіне сол етімізді салып, морковымыз бен картофелімізді саламыз. Оны да бөлек майда қуырып алдым. Үстіне бәрін бірге жайғастырамыз. Жайғастырып болғаннан кейін тағы да тұзымызды сеуіп жібереміз. Одан кейін жуып тұрған күрішімізді үстіне салып нығыздаймыз. Күріштің сәнін, дәмін келтіріп тұратын куркуманы салдым. Салқын суымызды күрішіміз батқанша құямыз. Бетін жауып, жай отта 25-30 минут пісіріп аламыз. Біздің маклюбеміз дайын болды. Осылай табаққа төңкеріп, салатымызды салып, айранымызды құйып, отбасымызбен жейміз. Сіздер де жасап көріңіздер, өте дәмді болып шықты. Ас болсын, менің каналыма тіркеліп, лүпілдеріңізді аямаңыздар. Сау болыңыздар.